Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ермұханов Абдулазиз. Бүгін біз 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай физикалық экспериментпен шарды үрлейтін боламыз. Бізге керек заттар: шыны құты, шар және ыстық су. Ескерту: бұл экспериментті ата-аналарыңмен бірге жаса. Бос шарды шыны құтыға кигіземіз. Шыны құтыны ыстық судың ішінде 1 минут ұстаймыз. Нәтижесінде шар үрледі. Бұның себебі ауа басқа да заттар сияқты ұсақ бөлшектерден, яғни молекулалардан тұрады. Ауа қызған кезде молекулалар бір-бірінен алшақтайды. Құты ішіндегі ауа ұлғаяды және оған қосымша кеңістік керек болады. Соның салдарынан ауа шардың ішіне кіреді де оны үреді. Назарларыңызға рахмет. Осы сәтті пайдалана отыра, бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен барлық нәзік жандыларды шын жүректен құттықтаймын. Сіздермен бірге болған Ермұханов Абдулазиз. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.